Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз осындай керемет әрі көпсіп пісетін жұмсақ дәмді асқабақ қосылған самсаны жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар, және де менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал достар, біз асқабақ қосқаннан кейін өте дәмді әрі керемет болып шығады. Біз таза ыдысымызға жылы суымызды құйып, сосын жылы сүтімізді құямыз. Және де бір жұмыртқамызды салып, қолдың сары майын салатын боламыз. Сосын барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып, біз ыдысымыздағы тұз, ас содасы және ашытқыны салып, майымыз ерігенше тағы араластырамыз. Ал достар, енді біз ұнымызды бірте-бірте бөліп қосамыз. Сосын біз осылай қосып пилканың көмегімен жақсылап араластырып, соңында қамыр етіп қолмен илейсіздер. Қойғаннан кейін кемінде 40 минутқа ашытып қоямыз. Міне менің қамырым уже ашыды, дайын. Осылай мен оны 3 суалға бөлдім. 3 суалға бөлгеннен кейін жеке жайып аламыз. Достар, міндетті түрде жұқа қылып жайыңыздар. Сонда самсаларыңыз өте керемет болып шығады. Жайып болғаннан кейін алғашқы суалама майымды құйдым. Және бұл жерде менің қолдың майын қолдандым. Ерітіп осылай бір тегіс жағып шықтым. Сосын екінші қамырымды бетіне ақырын бірдей етіп жайып шықтым. Осылай жайып болғаннан кейін бұның үстіне де қолдың сары майын жақтым. Достар, міндетті түрде майымызды тегіс жағып шығамыз. Қамырымыз екеуін де жұқа қылып жайғаннан кейін осылай әдемі болып оралады. Міндетті түрде қысып нығыздап ораңыздар, арасында ауа қалып кетпесін. Міне осылай біркелкі ораймыз. Сосын кемінде тоңазғышқа 20-30 минутқа қоямыз. Сол кезде біз салмасын барлығын дайындап аламыз. Міне асқабағымды жақсылап ашып, картошканы пиязды ашып қойып, майлап турадым. Және бетіне азырақ етімді салып, тұзды, бұрышты және приправа салып жақсылап араластырдым. Ал достар, қамырымыз дайын, осылай домалақ кесіп аламыз. Сосын әдемілеп осылай жайып, бетіне салмасын саламыз. Сосын достар, өз қалауыңыз бойынша жақсылап түйесіздер. Мен бұл кезде 3 бұрышты қылып түйдім. Сосын десіміздің астын жақсылап майлаймыз. Сосын самсаларымызды орналастырып шығамыз. Сол кезде орналастырып болғаннан кейін жұмыртқамызды жақсылап бір тегіс жағып шығамыз бетіне. Ал енді достар, мен мак және де күнжутты қостым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мактың өзін сепсеңіздер де болады, күнжуттың өзін сепсеңіздер де болады. Мен бұл кезде екеуін де араластырдым, әдемі көріну үшін.
достар. Біз пешкеге 30 минутқа қоямыз. Қараңыздаршы, осындай керемет болып піседі. Достар, міндетті түрде жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Менің YouTube каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар, және де қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ұнаса лайк, комментария қалдырып кетуді де ұмытпаңыздар.